Қанжығалы Бөкеш би қартайып төсекте ауырып жатқанда Меңдекеұлы Шәңкі мен Қайдауылды ел жақсылары бидің көңілін сұрап келуге жіберіпті. Екеу келіп Бөкеш бидің көңілін көтеріп сөзге жұбатып отырғанда Бөкеш саңқылдай жөнеліпті. Сондағы оның айтқаны: бастай білсең ер қалды, қона білсең жер қалды, асқар бел қалды, билей білсең ел қалды, Шәңкі менен Қайдауыл сендерден басқа кім қалды? Жар басына қонбаңдар, дауыл соқса үй кетер, жатқа тізгін бермеңдер, жазым болса бас кетер. Бас кеткен соң дос кетер, әркімге ақың бос кетер. Ауырып жатқан атаңның ақылы осы ескертер. Айтатын сөзім тағы бар, сүйір тілді жігіттің сөзге біткен жағы бар. Керек қылып тыңдасаң, менің айтқан сөзімді жібермей желге қағып ал. Өзі болған жігіттің тегін сұрап нетесің? Атасы үшін кемей ме? Тәңірдің берген бағы бар. Жапалақ құсқа бақ қонса, құс төресі самұрық, олар да келіп жағынар. Бір балаға бақ қонса, алты қарыс азулы ел билеген бектер де жас балаға бағынар. Араз болса екі би, мұрнына исі келмейтін арадағы жамандар сор қайнап текке сабылар. Өнердің алды ынтымақты қауымға сыртқы дұшпан не қылар? Жаман туған ағайын жақында жүрсе тістесіп, алыста жүрсе сағынар. Бай мақтанса табылар, жоқ мақтанса шабылар. Малдан артық күшті жоқ, әулие мен пайғамбар, патшалар мен бектерде олар да малға табынар. Мал таңдаған бай болар, сөз таңдаған би болар. Ей балалар, осы сөздің ішінен бар керегің табылар деп Биекең қайтадан жантайып жата кеткен екен.